Ағылшын тілінің 17-ші сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда I played tennis, мен теннис ойнадым, және I was playing tennis, мен теннис ойнап жатыр едім деген сөйлемдерді құрап үйренген болатынбыз. Бірінші сөйлемді біз past simple деп атаймыз, яғни simple етістік түрінің өткен шақтағы түрі. Simple деген қазақшаға аударғанда қарапайым дегенді білдіреді. Ал келесі ол continuous, past continuous деп аталады, яғни созылмалы етістік түрінің өткен шақтағы түрі болып табылады. Келесі үйренетініміз ағылшын тілінде мен теннис ойнап көрдім деп қалай айтады. Ол өте оңай жүзеге асады. Бізге көмекке have деген етістік келеді. Бұл етістікті әуелі есімдіктермен жіктеп шығайық. Есімдіктермен біз білеміз, have етістігі, яғни осы шақта бұл етістік I have, we have, you have, they have болып жіктеледі. Ал he, she, it деген ол деген есімдікке келген кезде бұл етістік has болып өзгереді. Енді келесі нәрсе ол негізгі етістікті жалғау керек. Оны қалай жалғаймыз? Біз білеміз, ағылшын тілінде етістіктер екі түрге бөлінеді: regular verbs және irregular verbs. Ол яғни regular verbstер өткен шаққа ауысқан кезде ed жалғауын ғана алады, ал irregular verbs басқаша сөзге ауысады. Ал мен ойнап көрдім, мен таңдап көрдім деген сөйлемдер үшін біз мына екінші формасы емес, етістіктердің үшінші формасын пайдаланамыз. Мысалы, see деген етістік үшінші формада seen деген сөзге ауысады. Ал know деген білу деген етістік noun болады. Ал мысалы choose таңдау деген етістік chosen болып ауысады. Ал regular verbs бұл жерде өте оңай жасалынады, үшінші формасы. Дәл мына өткен шақта қалай жасалынады, дәл солай үшінші формада да жасалынады. Яғни ed жалғау арқылы жасалынады. Opened, jumped және played дейміз. Сонымен мен теннис ойнап көрдім, мен бір нәрсені таңдап көрдім деген сөйлемдер жасау үшін біз have етістігінен кейін мына етістіктердің, негізгі етістіктің үшінші формасын пайдаланамыз. Сонымен біз played деген етістікті пайдалануымыз қажет. Жасап көрейік. Міне мұнда жазып көреміз. I have played tennis. Мен теннис ойнап көрдім деген сөйлем жасалды. Басқа да есімдіктермен жасап шығайық. Сонымен we have played tennis. Біз теннис ойнап көрдік. You have played tennis. Сен теннис ойнап көрдің, сендер теннис ойнап көрдіңдер. Ал he, she, itқа келген кезде he has played tennis дейміз. Ол теннис ойнап көрді. They have played tennis. Олар теннис ойнап көрді. Яғни жіктелген кезде тек have етістігі жіктелінеді, ал played ол өзгерместен жалғанады. Яғни тек he, she, itқа келгенде ғана біз has деп жазамыз. Егер етістік irregular verb болса, яғни өткен шаққа алмасқан кезде ол басқа сөзге ауысатын етістік түрі болатын болса, онда мұндай етістіктер тізімін интернеттен тауып, оны аудармасымен бірге жазып жаттаған дұрыс. Мысалы, мына be, become, begin, bring деген етістіктер irregular verbstер қатарына жатады. Өткен шаққа басқаша ауысады, ал мына мен таңдап көрдім, мен жасап көрдім деген сөйлемдер жасау үшін ол біз мына үшінші формасын пайдаланамыз. Мысалы, мен жеп көрдім, бір нәрсені жеп көрдім деген сөйлем жасау үшін біз I have eaten деп мына үшінші формасын пайдаланамыз. Ал екінші формасы жедім деген сөз. Мысалы, мен алманы жедім. I ate an apple. Ал eat деген ол негізгі етістік, осы шақта тұрған I eat an apple, мен алма жеймін. Ал I ate an apple, мен алма жедім. Ал мен алма жеп көрдім дейтін болсақ, I have eaten an apple деп жасаймыз. Келесі үйренетініміз осы сөйлемді сұрақ сөйлемге қалай айналдырамыз. Өте оңай жасалынады. Бар болғаны have деген қосымша етістікті сөйлем басына шығару қажет. Міне былай. Have I played tennis? Мен теннис ойнап көрдім бе? Have we played tennis? Біз теннис ойнап көрдік бе? Have you played tennis? Сен теннис ойнап көрдің бе? Has he played tennis? Ол теннис ойнап көрді ме? Has she played tennis? Ол теннис ойнап көрді ме? Have they played tennis? Олар теннис ойнап көрді ме? Деп сұрақ сөйлемдерді жасаймыз.
Келесі, бұл сөйлемдерді болымсыз сөйлемге қалай айналдырамыз? Ол да өте оңай жасалынады. Бар болғаны not деген сөзді мына have қосымша етістігінен кейін қоямыз. Мысалы, I have not played tennis. Мен теннис ойнап көрмедім. We have not played tennis. Біз теннис ойнап көрмедік. You have not played tennis. Сен теннис ойнап көрмедің. He has not played tennis. Ол теннис ойнап көрмеді деп, міне болымсыз сөйлемдерді осылай жасаймыз. Бізге қосымша do сияқты қосымша етістік керек емес, өйткені have-тың өзі қосымша етістік рөлін атқарып тұр, және біз not деген сөзді бірден осы қосымша етістіктен кейін жалғай береміз. Кейде have not-ты қысқартып, мысалы, былай жасауға да болады. I haven't. Мұнда апостроф қоямыз. I haven't played tennis. Мен теннис ойнап көрмедім. Яғни have not дегенді haven't етіп қысқартып жасауға болады. Дәл сол сияқты I have дегенді де қысқартып I've деп те жасауға болады. Бірден есімдіктен кейін біз have етістігін жалғаймыз. Сонда I've played tennis деп қысқартып жасауға болады. Қысқартылған түрін жасап көрейік. Сонымен қысқартылған түрі былай болады. I've played tennis, we've played tennis, you've played tennis, you've played tennis, she's played tennis, they've played tennis деп жасаймыз. Ал болымсыз сөйлемде have not-ты haven't, we haven't played tennis, you haven't played tennis, she hasn't played tennis деп қысқартып жасауға болады. Келесі үйренетініміз present perfect-ты қай кездері пайдаланамыз? Біріншісі, біз life experience-ті айту үшін present perfect-ті пайдаланамыз. Life experience деген өмірлік тәжірибе. Мысалы, have you been to Paris? Сен Парижде еш болып көрдің бе? Yes, I have been to Paris 2 times. Иә, мен Парижде 2 рет болдым. Have you eaten lamb? Сен қой етін жеп көрдің бе? No, I haven't eaten lamb. Жоқ, мен жеп көрген жоқпын. Have you lived in Europe? Сен Европада тұрып көрдің бе? Yes, I've lived in Europe. Иә, мен Европада тұрып көрдім. Have we been on the radio? Біз радиода болып көрдік бе? No, we haven't been on the radio. Жоқ, біз радиода болып көрген жоқпыз. Ағылшын тілінде мына ever деген сөзді де қолдануға болады. Ever деген, мысалы, мына сөйлемнен қарайық. Have you ever played chess? Сен шахматты еш ойнап көрдің бе? Немесе бір рет болсын ойнап көрдің бе? Деген мағынаны білдіретін сөз. Бір рет болсын ба? Әлде еш ойнап көрдің бе деген сұрақта біз ever деген сөзді қолданамыз. Мысалы, осы сұраққа жауап беріп көрейік. No, I have never played chess. Сұраққа былай да жауап беруге болады. Жоқ, мен ешқашан. Never деген ешқашан. Ever деген бір рет болсын деген сөз, ал never деген ешқашан деген сөз. Жоқ, мен ешқашан ойнап көрмедім. Мұнда біз болымсыз сөйлем жасаудың қажеті жоқ, өйткені never-дің өзі сөйлемді болымсыз етіп тұр. No, I have never played chess. Дәл солай. Мысалы, мынандай сұраққа да пайдалануға болады. Have you ever eaten Thai food? Сен тайландтық тамақты жеп бір рет болсын өміріңде жеп көрдің бе? Еш жеп көрдің бе? Деп сұраймыз. Сол сұраққа былай жауап беруге болады. Yes, I have eaten Thai food. Я, мен жеп көрдім. Немесе No, I have never eaten. Мына бинді өшіріп тастайын. No, I have never eaten Thai food. Жоқ, мен ешқашан тайландтық фуд жеп көрген жоқпын. Деп жауапты жасаймыз. Келесі мысалдар. Have you ever seen the rain? Сен еш жаңбырды көрдің бе өміріңде? Have you ever broken something like a window and run away? Сен, мысалы, терезе сияқты бір нәрсені, something деген бір нәрсені сындырып көрдің бе және қашып көрдің бе? Қашқан кездерің болды ма? Немесе мынандай сөйлемдер жасауға да болады. I have walked on this path before. Мен алдын осы жолмен жүріп көрдім. We have eaten the lasagna here. Біз осында лазанье деген тамақты жеп көрдік деп сөйлемдерді жасаймыз. Сонымен бұл етістікті біз present perfect деп атаймыз. Perfect-тің осы шақтағы түрі дейді. Осы шақтағы дегені, осы шақта тұрып, біз алдын мына уақыттың аралығында нені жасап көрдік, нені істеп көрдік, нені қайда жүріп көрдік деген сөйлемдерді жасау үшін біз осы етістік түрін пайдаланамыз. Келесі present perfect-тің пайдалану түрі, ол мынандай кездер пайдаланады. It started in the past and continues in the present. Ол өткен шақта басталды және қазірде жалғасып жатыр деген сөз.
Бұл сөйлемдер кезінде біз міндетті түрде for немесе since сөздерін пайдаланамыз. Мысалы, I have known you since 1992. Мен сені 1992 жылдан бері біліп келемін. I have played basketball since 2007. Мен баскетболды 2007 жылдан бері, since деген бері деген сөз, бері ойнап келемін. Мысалы, мына сөйлемдерді алайық. I have lived in Almaty for 6 years. Мен Алматыда 6 жыл бойы, for деген бойы дегенді білдіреді, 6 жыл бойы тұрып келемін. Немесе I have lived in Almaty since 2013. Мен Алматыда 2013-тен бері тұрып келемін деп жасаймыз. Егер біз for және since сөздерін пайдаланбайтын болсақ, мысалы I have lived in Almaty болса, онда бұл сөйлемнің мағынасын өзгертеді. Мұнда мен Алматыда тұрып келемін емес, мен Алматыда тұрып көрдім деген мағынаны білдіреді. Ал since және for'ды қоятын болсақ, онда біз осы уақыттан бері осы жерде тұрып келеміз, осы уақыттан бері мен ойнап келемін деген мағынадағы сөйлемдерді жасаймыз. Мысалы, she has lived in England all her life. Мұнда for және since деген сөздер пайдаланылмаса да, all her life бүкіл өмір бойы деген сөз бар. Сондықтан біз сөйлемді былай аударамыз. Ол Англияда бүкіл өмірі бойы тұрып келеді деп сөйлемді жасаймыз. Present perfect'тің келесі пайдалану түрі for something that happened in the past, бір нәрсе өткен шақта болды және ол it is important in the present, дәл қазір маңызды дейді. Мысалы, she has hurt her leg. Ол аяғын ауыртып алды. Аяғын ауыртты емес, аяғын ауыртып алды. So she can't play tennis today. Сондықтан ол бүгін теннис ойнай алмайды. They have missed the bus. So they will be late. Олар автобусты жіберіп алды. Сондықтан олар кеш қалуы мүмкін. I have cleaned my room. Мен бөлмемді тазалап алдым. I can't get in the house. I have lost my keys. Мен үйге кіре алмай тұрмын. Мен кілттерді жоғалтып алдым. Айнұр isn't at home. I think she has gone shopping. Айнұр үйінде емес. Менің ойымша ол шоппингке, дүкенге кетіп қалды. Деп міне осындай сөйлемдер кезінде біз present perfect'ті пайдаланамыз. Present perfect'тің келесі пайдалану түрі already, yet, just, still сөздерімен пайдаланылады. Мысалы, I have just eaten lunch. Just деген жаңа ғана дегенді білдіреді. Мен жаңа ғана обедімді жеп алдым деген сөз. Әрине, оны былай да айтуға болады. I just ate lunch. Мен жаңа ғана обедімді жедім деп өткен шақта қарапайым сөйлем жасауға болады. Бірақ мынандай сөйлемдер жасауға болады. Мен жаңа ғана жеп алдым. I have just eaten lunch. Дәл сол сияқты, мысалы, мына сөйлемді қарайық. Don't come in here with those muddy shoes. I have just cleaned this floor. Анау лай-лай аяқ киіммен ішке қарай кірме. Мен жаңа ғана полды жуып шықтым. Жаңа ғана еденді жуып шықтым. Мұнда да жаңа ғана еденді жуып шықтым емес, жаңа ғана еденді жудым деп те айтуға болады. I just cleaned this floor. Ал I have just cleaned this floor деген жаңа ғана еденді жуып шықтым. Мұнда жудым деген сөйлем. Келесі, have you finished that composition for history class already? Сен тарих сабағына шығарманы уже бітіріп тастадың ба? Деген сөз. Already деген әлде қашан, орысша айтқанда уже дегенді білдіреді. Мысалы, мына мысалға қарайық. The movie only came out yesterday, but I have already seen it. Кино кеше ғана шықты, бірақ мен оны уже көріп тастадым. Мен оны көріп тастадым деген сөйлем. Келесі, yet сөзімен қолданайық. Yet деген, yet still деген әлі дегенді білдіреді. Have you finished the report? Отчетты бітірдің бе? Бітіріп тастадың ба? No, I have not finished it yet. Жоқ, мен әлі бітірмедім. Әлі бітіре қойған жоқпын деген сөйлем. Our friends here, достарымыз осында ма? No, they haven't arrived yet. Жоқ, олар әлі келген жоқ. Деп сөйлемдер жасаймыз. Yet деген сөйлем көбінде мынандай болымсыз сөйлемдер кезінде қолданылады, немесе сұрақ сөйлемдерде қолданылады. Ал болымды сөйлемдер кезінде қолданылмайды. Және ерекшелігі yet деген әлі деген сөз сөйлемнің соңында жазылады. Егер біз still деген сөзді қолданатын болсақ, ол да әлі дегенді білдіреді. Онда біз мына жерге жазуға болады. They still haven't arrived. Олар әлі келген жоқ. Yetті өшіріп тастаймыз. Our friends here, достарымыз осында ма? Жоқ, олар әлі келген жоқ деп still деген сөзді де пайдалана береміз.